Ал сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін қан қысымы туралы әңгіме жүргіземіз. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазіргі таңда өте көп адамдар қан қысымы жоғары және осы аурудан зардап шегуде. Қан қысымы өте қауіпті адам ағза үшін. Егер сіз өзіңіздің бақылауыңызға алмасаңыз, жүректің тоқтауы, инсульт алуыңыз мүмкін, парализовать етіп қалуыңыз мүмкін. Және бұл ауру басқа ағзаларды зақымдайды. Бұл ауру өте жақсы көреді көзді, бүйректі, жүректі және миды. Біздің дәрігерлердің негізі менің мақсатым Қазақстан елінің азаматтарының өмір жасын ұзарту, егер қандай да бір аурулардың алдын алу және керек ақпарат беру. Қан қысымы жоғары болған кісілерде көбінесе ауруханаға барғанда неден болды, бастапқы неден басталды, не себеп, соны жоймай құры дәрі ішіп қоюдың оның ешқандай маңызы жоқ. Егер сіз бастапқы себебін жоймасаңыз, өмір бойы дәріні ішесіз, сонымен қатар ол ауру асқына береді, күрделі бола береді, дәріге тәуелді боласыз. Сондықтан оның бәрін қадағалау үшін сіз бірінші себебі неде? Көбінесе себебі ол артық салмақ болып келеді. Тамақтанудың дұрыс болмауы, стресс және ең басты себеп ол көбінесе егер науқаста артық салмақ болса, артық салмақ көбінесе қан қысымының жоғарылауына алып келеді. Неліктен? Себебі артық салмақ ол ағзада майдың жиналуы, оның бәрі зат алмасудың бұзылуына алып келеді. Қан тамырлар, бүкіл ағзалар маймен қапталып, ағзалардың жұмыс істеуіне кедергі жасайды. Бірінші, егер сіз өмір жасыңызды ұзартқыңыз келсе, деніңіз сау болып, 90-100-ге дейін өз аяғыңызбен жүргіңіз келсе, бірінші өзіңізге мақсат қойыңыз. Мақсат, сізде жоспарыңыз бар ма? Қанша жыл өмір сүрем деген алға жоспар қойдыңыз ба? Мысалы, мен 100 жыл өмір сүргім келеді. 100 жыл өз аяғыммен. Бірінші Алла, екінші менің мақсатым, мен соған қарай жасаған қадамым. Сондықтан сіздер де алға мақсат қойыңыздар. Қанша жыл өмір сүргіңіз келеді? Қандай, яғни сапасы, өміріңіздің сапасы қандай болады? Соның бәрін ойлаңыз. Сондықтан таңертең бастағанда өміріңізді бірінші ерте тұрып, жылы су, 200 мл жылы су ішуден бастаңыз, ағзаңызды оятуыңыз керек. Одан кейін бастапқыда 5-10 минут бір жаттығу жасаңыз. 5-10 минут жаттығу жасап, тамақтануыңыздың құнарлығына көңіл бөлуіңіз керек. Ұн тамақтарды азайтуыңыз керек. Ұн тамақтар ол тез адамда ыдырап, тез май мен қантқа айналғандықтан, ол бізде тез адамның қарынның ашуына алып келеді. Сондықтан таңертең белок жеуіңіз керек. Белок дегеніміз не? Ол жұмыртқа болуы мүмкін, сиыр, айран, сонымен қатар ет болуы мүмкін. Сонымен тағы да ұмытпайтын көкөніс қосуыңыз керек тамағыңызға. Көкөніс көп болған сайын сіз қарныңыз тез ашпайтын болады. Және зат алмасу тездейді. Ағзаңыз, өз ағзаңыз, қан тамырлар өзін тазартады. Токсиндерден, майлардан, улардан. Сондықтан осыған көңіл бөліңіз. Күнделікті лайфстайл, яғни күнделікті сіз қандай әрекеттер жасайсыз? Күнделікті көп жүруге, серуендеуге көңіл бөліңіз. Егер автобуспен жүретін болсаңыз, 2 остановка бұрын түсіп қалыңыз, жаяу жүріңіз. Немереңізді алып ап, серуендеуге шығыңыз. Егер сіз ата-ана болсаңыз, балаларыңызды алып серуендеуге шығыңыз. Айына 1 рет сізде өзіңіздің дәстүріңіз болу керек, отбасымен шығып, серуендеп, может тауға, может қандай да бір көлге барасыз ба, яғни әрекетті іске қосу керек. Сосын әр жеген тамағыңызды ниетпен жеу керек. Яғни жеген кезде, ей Алла, осы тамағым маған құнарлы болсын, ағзама пайдалы минералдарын берсін. Сондықтан осының бәрін сіз саналы түрде санаңызды іске қосуыңыз керек. Сіздің өміріңізден басқа, сіздің денсаулығыңыздан басқа артық еш нәрсе жоқ. Әрқашан бірінші өзіңізді бірінші орынға қойыңыз.
Одан кейін балаларыңыз, жолдасыңыз, егер сіздің денсаулығыңыз болса, сіздің көңіл күйіңіз жақсы болса, сіз жолдасыңызға, балаларыңызға жақсы көңіл күй сыйлай аласыз және балаларыңызға үлгі көрсетесіз. Қалай өмір сүру керек, қалай тамақтану керек. Және көбінесе адамдарда жасырын депрессия болады. Жасырын депрессияда артық салмаққа, қан қысымының жоғарылауына алып келуі мүмкін. Яғни біз өзіміздің ішкі жан дүниемізбен де жұмыс істеу керек. Жан дүниемізбен қалай жұмыс істейміз? Таңертең